Это видео выходит при поддержке титульного партнера чемпионата, кубка, суперкубка и сборной Казахстана компании Олимбет. Спасибо, Олимбет, что поддерживаете футзал Казахстан и футзал в Казахстане. Қайтадан қорғанысқа келіп үлгерген команда капитаны өзі тәжірибелі ойыншы және міне Азаттың бұл стилі енді. Дәл осы денесімен жауап, соққы бақтады және гол! Азат Валиуллин! Ешкім күтпеген жерден керемет соққы бақтағанда көріп отырмыз және... Хочу добавить, что нет, уже Адетокумбо не в тренде. Вимбаньяма. Более новомодный персонаж, который... ну, скажем так, решает на площадке очень много. Валиуллин то же самое. Тем временем атака семьи. Тут не только мяч едва ли. Игрока в ворота не внесли вместе с мячом. Это за 2 не считается гола. Принимает поздравления Ринат Туригазин. Он был близок, кстати, он был близок до этого, да, когда на себя игру взял, пробил по воротам, не успокоился и... доработал свою смену так, как должен был. Ну, конечно, такой разящий просто выпад. И как изящно, красиво, Кандидо внешне. Самым первым в матче, который был накануне, скажем так, открыл этот ящик Пандоры. Проблем для Аята, видимо... Тут тоже он может эти проблемы устроить. И все-таки добивается своего семей Кандидо. Напоминает всем, как выглядит эмблема футзального клуба. И ну, как будто к этому шло. Эти 2 удара Кнауба. О чем-то подобном намекали, что близится. Подкрадывается это взятие ворот. Ну и вновь накрыли на чужой половине. Кстати, накануне регулярно это все. Камил Керейханов назарларыңызда. Семейдің үздік сұрмергені 9-1 голды қарсыластың қақпасына соққан Камил. Бүгін әлі 1-1 болсын соққы бақтап көрген жоқ. Жойқын соққыларының өзінің. Міне. Шабуыл Семей командасының. Әдемі бос кеңістік. Орта қарасылған пас және Керейханов өте ұзақ. Және гол! Жаңа ғана қақпаға бір жақсы соққы бақтамады Камил Керейханов. Команданың үздік сұрмергені деп жатыр еді. Камил бізді бірден естігендей қақпаға бірден дәл соққы бақтаттағына есепті 3-1 қылып командасын алдыға шығарып отыр. Маусымдағы 10-шы голы Керейхановтың бұл. Міне. Ар айналды, бер айналды, ақыр соңында жойқын соққы бақтауды жөн көрді. 4-1 ойыншының ортасында тұрып Керейханов. Қараңыздар, бізде. Міне. Сағындықовтың соққысы жайме өз орнында. Тағы да бір соққы! Және гол! Дәл осылай жойқын соққылардың арқасында есепті 3-2 қылғанда көріп отырмыз. Иван Марахов голдың авторы. Сағындықовтың соққысын жайме дәл өз алдына қағып жіберген болатын, ал Мараховтың соққысын бұл жыл тоса алмады. Ну а что если это была такая тактика изначально? Дайындалып тұр. Бұл Риндин, яғни қақпашыны қазір Галихановты алып тастайтын болады. Аят. Қалған осы 1 минутта барынша нәтижеге қол жеткісі келеді қазір. Қателік. Және Ақжол Дәрібай. Ақжол Дәрібай есепті 4-2 қылды. 5-ші ойыншының шыққаны бостан босқа болды. Пальма. Бұл жерде кактусқа айналды десек те болатын шығар. Ақжол Дәрібай. Есепті 4-2 қылып отыр. Шынымен де Аят ойыншылары қорғаныстан шығар сәтте қателесіп қалғанда көріп отырмыз. Және бұл жерде Родригиньо допты Ақжол Дәрібайға жеткізген еді, ал Дәрібай жойқын соққымен